Сәлеметсіздер ме? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен оңай жасалатын, бірақ дәмі керемет болып шығатын, қайнаған суда ұнны жасалатын беляши дайындайтын боламыз. Ол үшін біз алдымен қамырын дайындайтын боламыз. Ыдысымызға 330 грамм ұнды електен өткізіп аламыз. Оған 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық қант салып, жақсылап араластырып аламыз. Табаға 660 мл су құйып қайнатып аламыз. Қайнаған суға ұнымызды қосып, барлығы біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Маған бұл рецепті анам үйреткен. Сіздер де осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Араласып болған соң барлығы ыдысқа салып аламыз да, кішкене суығанын күтеміз. Суыған соң үстіне 50 грамм ұнымызды қосамыз. 1 шай қасық қопсытқыш және 30 мл сұйық майды құйып, жақсылап араластырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырды жақсылап 7-8 минутта илеп аламыз. Илеп болған соң бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындап аламыз. Табаға сұйық май құйып, ұсақтап туралған 3 пиязды саламыз. Кішкене сарғайғанша қуырып аламыз. Содан соң 320 грамм тартылған етті қосып, барлығын жақсылап араластырып, қуырып аламыз. Үстіне қалауларыңызға қарай тұз, бұрыш, паприка қоссаңыздар болады. Орташа отта 7-8 минуттай қуырып аламыз. Содан соң бір ыдысқа салып, суытып аламыз. Қамырымыз дайын. Енді қамырдың үстіне кішкене ұн сеуіп, қамырды ортасынан бөліп, содан соң шағын бөліктерге барлығын бөліп шығамыз. Қамырды шағын бөліктерге бөліп болған соң, барлығын дөңгелектетіп аламыз. Қамырдың барлығын бір ыдысқа салып қоямыз. Енді қамырдың астын кішкене майлап, жайып аламыз. Майлайтын себебіміз қамырдың асты жабыспас үшін. Одан соң үстіне салмасын салып, осылайынан жауып шығамыз. Үстіне кішкене басамыз. Дөңгелектетіп беляши формасына келтіреміз. Екінші қамырды да көрсетейін. Қамырдың астын кішкене майлап, жайып алып, үстіне салмасын салып, бетін жауып,
үстінен кішкене басып шығамыз. Барлық қамырды дәл солайынан қайталап шығамыз. Болған соң табамызға май құйып, кішкене қыздырып аламыз да беляшиларды салып шығамыз. Бір жақ бетін жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Қуырылып болған соң, екінші жақ бетіне аударып, орташа отта тағы да жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Дайын болған беляшилардың майын сарғылтып, ыдысымызға салып аламыз. Қалған беляшиларды да дәл солайына салып, барлығын жақсылап қуырып шығамыз. Қараңыздар, қандай әдемі болып шығады. Дәмі де өте керемет, қамырда жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаса маған тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен Лаура. Сау болыңыздар.